Тағы да сәлем оқырман. Алдыңғы видеода көргендей Нұрдәулет пен Аида ажырасқалы жатыр. Олардың бір себебі араларына Аруна түсті деген болатын. Нұрдәулет пен Арунаның арасында сөз алмасу болған екен Instagram желісінде. Соның бәрін шығарып екеуінің кездеспегенін айтты. Ал осы видеоға келсек. Жүрмей. Саған сүйсініп тұрмын. Әдемі тұрсың. Ғашықпын саған. Нұрдәулет. План ол. Бола ма былай? Видеода Марика Сатик үшеуміз оған прикол ұстап тұрғанбыз. Ішіп келгеніне ойнап айтып тұрдық. Ішіп алған адамға сүйсініп, ғашық болу мүмкін жағдай емес мен үшін. Мен мақұл ғой, өз әйелі өз еркегін осындай состояниесін салып тұрса, біз үндемей ақ қояйық. Қайталап айтайын, бұл видео үйленгеннен кейін емес. Аруна тағы өзінің ойын айтқан болатын, оқып көрейік. Бір сондай адамдар болады да өзі батып жатса біреуді ала кететін. Мен айтайын, маған біреудің байы керек болмаған, керек та емес. Мен никак ұнатқан да емеспін. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне деген маған керек болса эфирде танысар едім. Менен қызғанғаныз сонша қайта жазды ғой кезінде. Оны эфирге шығарып көрсеткенмін да. Я дегізу үшін ой жағыма келіп біздегі Сатдәулет екеуі. Мариям екеумізді шығарып салып жүрді. Но, мен жоқ деген жауап айтқанмын бүткіл халық алдында. Сондықтан қырғыз елі отырып алып біреудің қызғанышына мені кінәлап, біреудің боғын маған жақпаңыздар. Үйленгенге дейін, үйленгеннен соң да керек болмаған адам. Маған бір кісілер звондап алып қызғаныштан аузына келгенді айтқан кезде үстінен арыз жазып та жіберуіме болар еді. Құрсыншы қыз баласы қызғанған ғой дедім. Шыдамның да шегі бар, ауыздарына иеге болыңдар. Мен бұл адамға қайта қосыл деп айтатынмын сол кездері де. Менің таныстыққа жоқ деген жауабымнан кейін оның жазғаны осылай болды. Четам. Не болды үміткер шақырып деген. Вот қосыл сезімің бар ғой деп айтатынмын. Сөйтіп айта тура мен онымен үйленген соң кездесет деп ойлайсыздар ма?